Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге картофель пай дайындап көрсететін боламын. Ол үшін ең алдымен картоптың сыртын тазалап, осындай теркадан өткізіп аламыз. Шамамен 3-4 рет суы осылай тазарғанша жуып аламыз да таза сүлгінің үстіне жайып кептіреміз. Табаға сұйық майды құйып, қызған қызбағандығын осылай ағаш таяқша арқылы тексереміз. Май қызғаннан кейін аз-аздан картопты салып, орташа отта қуырып аламыз. Қызарғаннан кейін сүзіп аламыз. Картофель пайымыз дайын, міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын.